Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз энергияны сақталу және айналу тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Жаттығу 5-3. Сізде нумерациясы басқа болуы мүмкін, сол үшін қарайсыздар. Массасы 900 грамм болып, қалыңдығы 5 сантиметр тақтайға 600 метр секунд жылдамдықпен соғылып, 200 метр секунд жылдамдықпен тесіп өтеді. Оның кинетикалық энергиясын, істеген жұмысын және тақтайдың кедергі күшін анықтаңдар дейді. Яғни біз берілген жазайық. Так, бізге берілген массасы 9 грамм. 9 граммды килограммға келтіретін болса, ол 9 көбейтілген 10-3 килограмм болады. Тақтайдың қалыңдығы берген L деп алайық, ол 5 сантиметр, яғни 10-2 метр болады. V1 бізде 600 метр секунд, V2 бізде тең болады 200 метр секунд. Маған тау керек кинетикалық энергияны тау керек өзгерісін, жұмысты тау керек және тау керек кедергі күшін. Және осы тақырыпта сіздер өткендегіңіздей, жұмыс дегеніміз ол кинетикалық энергияның өзгерісіне теңдей. Яғни ол 2-1-ден азайтамыз 2-2-ні. Сонда менде m v1 квадрат бөлінген 2 азайту m v2 квадрат бөлінген 2. Сонда менде ортақ m бөлінген 2 жақшаны сыртынан шығарып жіберсем болады. И жақшада менде v1-дің квадраты азайтылған v2-ның квадраты болады. Сонда орындарына қоятын болсам, менде 9 көбейтілген 10-3 бөлемін 2-ге. Жақшада 600-дің квадраты азайтылған 200-дің квадраты. Сонда 9 көбейтілген 10-3 бөлінген 2 жақшаны ашайын. Сонда жақшаны ашатын болсам, 600 дегенім ол 6 көбейтілген 100 деген сөз. Сонда 6-ның квадраты менде нешені береді? 36-ны береді. Ал 100 деген оның 2 дәрежесі. Оның 2 дәрежесін квадраттайтын болса, ол 10-ның 4 дәрежесі. Содан азайтамын. Яқа жалғастырып жатырмын. Жалғастыруына жақында азайтамын. 2 дегенім, 200 дегенім 2 көбейтілген 100. 2-ның квадраты бізде 4. Ал 100-дің квадраты жаңа айтты, 10-ның 4 дәрежесі. Сонда 9 көбейтілген 10-3 бөлінген 2. Жақшадан азайтқан кезде 32 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі шығады. Сонда 32 мен 2-ні қысқартатын болсақ, мыняқта 16. Сонда 16-ны 9-ға бөлетін болсам 144. Ал дәрежелерді көбейтетін кезде қосылады, сіздер білесіздер, бірақ -4, сол үшін 10-ның плюс 1 дәрежесі болады. Яғни 1440 джоуль болады. Немесе 1,4 44 кило джоуль шығады екен. Келесі, мен осымен А мен кинетикалық энергияны таптым. Жақсы, енді маған тек қана күшті тауып ғана қалды. Сіздер білесіздер, жұмыс дегеніміз ол күштің белгілі бір жолда әсер ететін сипаттайтын физикалық шама, яғни оның формуласы F көбейтілген S. Осы жерде S деп отырған жүрілген жол. Біздің осы есептен берілген шартында ол тақтайдың қалыңдығы болып тұр. Яғни сонда менің формулам F тең А бөлінген S болады. А менде жаңа таптым, ол 1440 джоульді бөлемін 5 сантиметрге 10-2-сіне. Бөлетін болсам, сонда менде шығады 2880. Мына -2 жоғары плюс болып барады. 2880 джоуль шығады. 28800 шығады, кешірім сұраймын. Сонда менде ол жоқтап алатын болсам, 29 кило джоуль болады екен. Осымен біздің бірінші есеп аяқталды. Екінші есепке көшейік. Екінші есеп бізде неге? Массасы 100 тонна ұшақ жерден 1 километр биікке көтерілгенде жылдамдығы 200 метр секунд болады. Оның жерден салыстырғанда механикалық энергиясы қандай? Механикалық энергияны сіздер білесіздер. Ол бізде екі түрі бар, ол кинетикалық және потенциалдық энергия. Ал толық механикалық энергиясы дегеніміз ол кинетикалық энергияның потенциалдық энергия қосындысы. Сонда берілген жазатын болсақ, массасы 100 тонна, ол деген 100 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінде килограмм. Биіктігі h 1 километр дейді. Ол дегеніміз 10-ның 3 дәрежесінде метр.
жылдамдығы 200 метр секунд. Табу керек сол механикалық энергиясын. Сонда бізде болады былай. Бұл негізгі формуланы шығарамыз. Сонда бізде кинетикалық энергияны табу керек. Бірінші ол mv квадрат бөлінген 2 деген сөз. Сонда менде массасы 100 көбейтілген оның 3 дәрежесі көбейтем 200-дің квадраты бөлім 2. Сонда 100 көбейтілген оның 3 дәрежесі жаңа 200 деген ол 2 көбейтілген 100 дедік. Сонда 2-ның квадраты болсақ 4, 100-дің квадраты оның 4 дәрежесі бөлінген 2. 2 мен 4 қысқарады, мына 2 қалады. Сонда менде 2 көбейтілген оның 9 дәрежесі болады. Өйткені мынау 100 деген ол 12 дәрежесі қосылған кезде оның 9 дәрежесін береді. Джоуль екен. Жақсы, енді потенциалдық энергия дегеніміз не? Ол mgh. Сонда m деп отырғанымыз бұл жерде 100 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Көбейтемін g менде тұрақты шама 10-ға тең, h менде оның 3 дәрежесі. Бұл дегенім сонда 1 көбейтілген 1, 2, 3, сонда 6, сонда оның 9 дәрежесі. 1 көбейтілген оның 9 дәрежесі джоуль екен. Сонда менің толық механикалық энергия 2 көбейтілген оның 9 дәрежесі, қосам 1 көбейтілген оның 9 дәрежесі, ол менде болады 3 көбейтілген оның 9 дәрежесінде джоульға. Немесе 3 гига джоуль деген сөз екен. Үшінші есепке тоқталайық. Үшінші есепте бізде не еді? Массасы 5 тонна жер серігін 100 км биіктікке 8 км секунд жылдамдықпен бірінші ғарыш жылдамдықпен шығару үшін қандай жұмыс шығындалады? Жер серігінің орбитикалық механикалық энергиясы неге тең дейді. Так, сонда менде берілген жазайық. Есептің берілген өштейік. Берілгені массасы 5 тонна дегеніміз оның 3 дәрежесінде килограмм. Сразу сез жүйесіне айналдырып отырмын. Ашы менің оның 5 дәрежесінде метр болады екен. Ал жылдамдығым 8 км секунд дейді. Ол 8 көбейтілген оның 3 дәрежесінде метр бөлінген секунд. Сонда менде болады қалай? Тура жаңағы екінші есептегі формуладағыдай. Ол екі энергияның қосындысы. Сонда бірінші энергияны тауып алайық. Ол E потенциалды энергия, ол mgh. Сонда m менде 5 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Көбейтемін 10-ға, g менде тұрақты шама, и h биіктік оның 5 дәрежесі. Сонда менде болады 5 көбейтілген оның 9 дәрежесінде джоуль болады. Ал кинетикалық энергия менде тең болады mv квадрат бөлінген 2. Сонда m деп отырғаным 5 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Көбейтем жылдамдыққа, ол 8 көбейтілген оның 3 дәрежесінің квадраты бөлім 2. Сонда 5 көбейтілген оның 3 дәрежесі, 8-дің квадраты ол 64 көбейтілген оның 6 дәрежесі и бөлім 2. 64-пен 2-ні қысқартамын, яқта 32 болады. 32-ні 5-ке көбейткен кезде 160 болады. И дәрежелері оның плюс 3 дәрежесі, оның плюс 6, оның 9 дәрежесі болады. Джоуль. Сонда менің толық механикалық энергия 169 көбейтілген оның 9 дәрежесінде джоуль болады, немесе 169 гига джоуль болады. Жұмысым да соған тең екен. Осымен есеп шығару аяқталды. Сау болыңыздар.